Еліміздің мұрағатындағы құжаттарда Ермек Бекмұхамедұлы Серкебаевтың 1926 жылы шілде айында Қызылжарда, қазіргі Петропавл қаласында дүниеге келгені баяндалады. Әкесі Бекмұхамед Құсайынұлы Серкебаев ағартушы, драматург, ақын, педагог, белгілі қаламгер, Қазақстан Жазушылар одағының алғашқы мүшелерінің бірі, білім беру саласына өлшеусіз еңбек сіңірген тұлға. Бекмұхамед Серкебаев Ғалия медресесінде Бейімбет Майлин, Мағжан Жұмабаевтармен бірге білім алған. Ал 1917 жылдары екінші жалпы қазақ съезінде ел зиялылармен бірге ұлттық партияның негізін қалауға белсене атсалысқан белгілі алаш қайраткері. Анасы Зылиха Сабырқызы бастауыш сынып мұғалімі, ән салғанды ұнататын, құлаққа жағымды, сыңғырлаған дауысы бар талантты жан еді. Ермек екінші сыныпты бітіргенде ата-анасы Алматыға көшеді. Бала Ермектің өнердің қасиетті әлеміне құштар болып өсуіне ата-анасының ықпалы зор. Олардың тәлімі мен өнегесі болашақ әншінің жүрегіне өнерге деген шексіз махаббатты ұялатты. Кейін Петр Ильич Чайковский атындағы музыкалық училищенің скрипка классына оқуға түседі. Бірақ ол училищедегі оқуын аяқтамай Қазақ радиосына жұмысқа тұрады. Атақты Әнуарбек Байжанбаевпен бірге диктор болып қызмет атқарады. Сол кезеңде Қазақ радиосы симфониялық оркестрінің көркемдік жетекшісі әрі бас дирижері Мұхан Төлебаев Ермек Серкебаевтың қайталанбас дауыс иесі екенін байқап, опера театрына жұмысқа шақырады. Оның опера театрына келуі жай ғана шығармашылық жолдың басталуы емес, тағдыр мен таланттың тоғысқан сәті болатын. 1946 жылы Ермек Серкебаев Құрманғазы атындағы Алматы консерваториясына оқуға қабылданады. Оны Александр Кургановтың сыныбы бойынша тәмамдап, 1951 жылы опера және балет театрына қайта оралады. Оның студент кезіндегі ән салған сәті Алматының кинофотоқұжаттар және дыбыс жазбалары сақталатын мемлекеттік архивінің қорында сақталған. Бұл бейнетаспадан Ермек Серкебаевтың жалын атқан жас кезін, өнерге деген құштарлығын көреміз. Өте жақсы орындауда. Біздің қорымызда Ермек Серкебаевтың консерваторияның студент кезінен бастап, яғни 1949 жылдан 2002 жылдар аралығын қамтыған киноқұжаттар сақталған. Бұл киноқұжаттарда Ермек Серкебаев консерватория студенті, онан кейін жастар фестивалінің лауреаты, 1958 жылы Мәскеуде өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігіне қатысушы ретінде көрсетілген бейнеленген құжаттары бар. Онан кейін осы декадаға қатысып келгеннен кейін Ермек Серкебаевқа 1959 жылы КСРО-ның халық әртісі деген атақ берген. Осы сәт бейнеленген бізде. Одан бөлек Сибиль Шаштаразы операсындағы атақты Фигароның партиясын орындағандығы, Абай операсындағы Абайдың партиясын орындағандығы, одан бөлек Арменияға, Өзбекстанға, Грецияға жасаған сапарлары, гастрольдік сапарлары. Жалпы арман мен табандылық, талант пен еңбек тоғысқанда дәл осындай қайталанбас тағдырлы тұлғалар қалыптасады. Оның табиғат берген баритон үні терең де сырлы болатын. Сахна сыртындағы тыныштық, оркестрдің баяу күйге келуі, жарықтың жұмсақ сәулесі бәрі де жас өнерпазға ерекше шабыт сыйлайтын. Бұл жай ән айту ғана емес. Әнші мың құбылған мінездердің тұңғиығына бойлай, өнеріне қапысыз қанықтыра отырып, көрерменді өзінің даусына сан рет тәнті еткен. Қоңыр үнді, терең тынысты, әр дыбысты сезіммен жеткізген сахнадағы Ермектің табиғи талантына тебіренбеу мүмкін емес еді.
менің бір тұтатын адамым Күләш Байсейітова деп айтатын. Себебі мен жас күнімде келдім дейді театрға, сол кезде Күләш апай сахнада кәдімгі жұлдыз болып тұрған. Сонда маған көп көмектесті ол кісі дейді. Қалай жүріп тұруды, қалай айтуды. Сосын көп адамдардан қорғап мені көтерген сол кісі деп сол кісіні пір тұтатын. Серкебаевтың алғашқы сомдаған образдарының бірі Абай бейнесі еді. Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсындағы Абай партиясы жас әншіге үлкен жауапкершілік жүктеді. Ұлы ойшылдың парасаты мен ішкі драмасын жеткізу тек дауыс қуатын ғана емес, терең рухани дайындықты талап етті. Ермек бұл рөлде даналық пен сабырды, қайсарлық пен мейірімді бір арнаға тоғыстыра білді. Ермек ағамыз өте үлкен музыкант қой, өте биік деңгейлі музыкант. Сондықтан ол кісінің орындауы да ерекше, тамаша болатын. Оның кәдімгі жеткізуі абай қалдынай болу керек дегенде, соны кәдімгі тамырына дейін жеткізіп халыққа нағыз осы абай-ау деп сендіре алатындай орындайтын ол кісі. Абай образын сомдау арқылы жас әнші алғаш рет үлкен жетістікке қол жеткізеді. Осы рөлден кейін Ермек Серкебаев сахнада тек басты партияларды ғана орындай бастады. Ол 1953 жылы Бухарестте өте сәтті өнер көрсетіп, Мәскеудегі үлкен театрға шақырылады. Бұл әлемдегі ең үздік театрлардың бірі еді. Бір таңғаларлығы Ермек Серкебаев бұл ұсыныстан бас тартады. Соған қарамастан оның аты бүкіл одаққа әйгілі болады. Баритон дауысты әншілер мысалға жоғарғы нотаны кішкене қиналыңқырап мысалға алады. Айтуы қиналыңқырап, кішкене ауырлау шығуы мүмкін. Енді Ермек ағанікі кәдімгі күн сияқты жарқырап тұратын жоғары ноталарды алған кезде кәдімгі тенорлар сияқты алатын, тенор дауысты әншілер сияқты. Кәдімгі қазақтың кең даласындай сөйтіп дауыс шығатын, сол жоғары ноталар үшін оны мысалға дүние жүзіндегі әншілер мойындады. Италияға дейін мысалға итальяндағы әншілер де мынау кезінде енді біз кеңес өкіметінің біз енді Москваға қарады ғой, үлкен театрға, сол жердегі әншілер де бәрі сол кісінің сондай дауыс үшін ерекшелігі үшін мойындаған. 1958 жылы Мәскеуде қазақ өнерінің 10 күндігі өтеді. Одақ көлеміндегі маңызды шарада Серкебаев Севиль шаштаразы операсындағы Фигароның партиясын орындайды. Севиль шаштаразы операсындағы Фигаро әлемдік классикадағы ең күрделі әрі ең сүйкімді образдардың бірі. Ал Серкебаев сомдаған Фигаро жай ғана шаштараз емес, ол сахнаның қожайыны, сөздің серкесі, қимылдың шебері. Оның әрбір қадамы ырғақ, күлкісі, мінез, әрбір нотасы мінсіз болатын. Фигароның атақты ариясын орындағанда Ермек Серкебаевтың дауысы сахнаны ғана емес, тұтас залды билеп алды. Оның тембрі қоңыр да қуатты, техникасы еркін де сенімдеді. Ол бұл партияны жай орындамайды, ол Фигаро болып өмір сүреді. Көрермен оның мінезін, рухын сезінеді. Серкебаевтың Фигаросы қазақ сахнасынан шығып, әлемдік деңгейге көтерілген бейне. Оның ойыны мен вокалдық шеберлігі талай жүректі жаулап, талай көрерменді тәнті етті. Бұл рөлді бұрында талай мықтылар орындаған, бірақ Серкебаевтың Фигаросындай шынайы, аса тартымды, ұлттық бояуы бар бейне өте сирек. Дауыстың қуаты мен актерлік шеберлік ұштасқанда сахнада
ғажайып өнер салтанат құрды. Сол ғажайыптың аты Ермек Серкебаевтың Фигарасы болатын. Ермек Серкебаев Фигараның үздік орындалған партиясы, шебер сомдалған образ арқылы баритондар королі атанды. Оған небәрі 30 жасында КСР халық артисі атағы беріледі. Абай атындағы опера және балет театрында қазақ әдебиеті мен көркем өнерінің Москвада өткен 10 күндігіне қатысушыларға үкімет наградасы тапсырылды. СССР халық артисі деген жоғары атақ грамотасы актерлар Қалибек Қуанышбаевқа, Ермек Серкебаевқа, композитор Мұқан Төлебаевқа және басқа да көрнекті көркем өнер қайраткерлеріне тапсырылды. Ермек ағамыз өте ерке болды. Халықтың еркесі болды. Мына жерде өтіп баратады ғой, мына жерде енді өтуге болмайды, ары қарай оңға кетуіңіз керек. Ол кісі солға жүруге болмайды десе де бұрылып алып вольвасы бар еді. Сонымен бұрылып кете береді. Анау ГАИ тоқтатып алса, екеуміздің әңгімеміз ғой. Мені танымай тұрсың ба десе, жүре беріңіз деп, ол жүрген жағында жүре беретін, жүргісі келген жаққа ерке болатын. Ал ол бірақ жаңағы мынау профессиональный жағына келгенде өте қатал болатын ол кісі. Ермек Серкебаевтың архивте сақталған дауысы бұл жай ғана жазба емес, бұл тұтас дәуірдің баға жетпес құнды мұрасы. Оның дауысы естілген сәтте өткен ғасырдың сахнасы қайта тіріліп, шымылдық сыбдыры мен көрерменнің тына қалған сәті сезілгендей болады. Терең тынысты баритон, дыбыс толқыны жан дүниеңді тербеп, көкірегіңді сағыныш сезімі кернейді. Ермек Серкебаев ұлт мәдениетінің, әсіресе классикалық музыка өнерінің дамуына өлшеусіз үлес қосты. Ол өте күрделі, тағдыры қайшылыққа толы қилы образдарға сахнада жан бітірді. Мысалы, ол Евгений Онегин операсындағы Онегин партиясын орындап, орыстың классикалық шығармасындағы күрделі психологиялық бейнені сәтті сомдады. Онегиннің тәкаппарлығымен кейінгі өкінішін, ішкі арпалысын Серкебаев сахнада шынайы сезіммен өрнектеді. Бұл рөл жас баритонның кәсіби мүмкіндігін айқын көрсетіп, оның сахнадағы беделін арттыра түсті. Қазақ өнерінің қос алыбы Шәкен Айманов пен Ермек Серкебаев. Бірі кино әлемінде, бірі опера сахнасында жарқыраған жұлдыз. Ал олардың шығармашылық жолы тоғысқан сәт қазақ өнерінің тарихындағы ерекше бір құбылыс болатын. 1960 жылдардың басы қазақ киносы жаңа тыныс іздеп, адам жанының терең иірімдерін ашуға ұмтылған кезең. Шәкен Айманов дәл сол ізденіс үстінде жүріп, дәрігер тағдырын арқау өткен жаңа фильмді түсіруге кіріседі. Шәкен Аймановтың Ермек Серкебаевты киноға түсуге шақыруы жай ұсыныс емес, оған деген сенімнің белгісі еді. Ал Серкебаев үшін кино жаңа кеңістік, жаңа тыныс. Режиссер Тәкен бейнесінен тек кәсіби біліктілікті ғана емес, жан сұлулығын, ішкі мәдениетті, парасат пен мейірімді қатар көргісі келді. Камера алдындағы алғашқы сәттерде сахна мен киноның айырмашылығы сезілгенімен, ішкі мәдениет пен шынайылық бәрін өз арнасына түсірді. Осылайша, екі ұлы тұлғаның шығармашылық тоғысуы экранда ерекше үйлесім тапты. Бұл кездесу қазақ өнерінің түрлі саласының бір арнаға құйылып, бір-бірін толықтыра алатынын дәлелдеді.
Осылай, Ермек Серкебаев кино өнерінде өшпес із қалдырды. Ол медеудегі кездесу, ән қанатында, тақиялы періште, біздің сүйікті дәрігер сынды бірнеше фильмге түсті. Әртүрлі кейіпкерлердің бейнесін асқан шеберлікпен сомдады. Ермек Серкебаевтың музыкалық фильмдердің дамуына қосқан үлесі оның жан-жақты талант иесі екенін дәлелдейді. Ермек Серкебаев қазақ опера өнерінің алтын ғасырын, тұтас дәуірін қалыптастырған дара тұлға. Әнші опералық портреттердің ғажайып галереясын жасады. Ол Ахмет Жұбановтың Абай операсында Абайдың, Мұхан Төлебаевтың Біржан сарасында Қожағұл мен Амангелдінің, Брусиловскийдің Дударайы мен Ертарғын операсында Артем мен Тарғынның, Еркеғали Рахмадиевтің Алпамысында Алпамыстың, Евгений Брусиловскийдің Қыз жібек операсында Бегежанның, Петр Чайковскийдің Евгений Онегин операсында Онегиннің, Джоакин Россинидің Севиль шаштаразында Фигароның, Моцарттың Дон Жуан операсында Дон Жуанның, Жорж Бизенің Кармен операсында Эскамильоның, Джузеппе Вердидің Травиатасында Жермонның қайталанбас образдарын жасады. Ермек Серкебаев табиғат маған ерекше талант сыйлады, алайда халықаралық сахнаға шығу мүмкіндігі бұйырмады. Мен даңқы жер жарған Метрополитен, Ласкала сынды әлемдік сахналарда ән шырқауды армандадым. Бірақ кеңестік жүйенің темір пердесі бұл арманыма тосқауыл болды дейді. Ол осы бір шектеулерге қарамастан Куба, Үндістан, Қытай, Африка, Франция, Америкада гастрольдік сапарда болып ән шырқады. Брюссельдегі стадионда ол 30 мың көрерменді өнеріне тәнті етті. Ол бүкіл дүние жүзінің ең үздік 50-ден астам сахнасында өнер көрсетті. Қорымызда сақталған кино құжаттардың біразы Қазақфильм киностудиясының өндірісі, біразы Қазақ телефильм студиясының өнімі. Фотоқұжаттарға келетін болсақ, қорымызда бұл кісінің немересі осыдан 10 шақты жыл бұрын өткізген 80-ге жуық фотоқұжаттар сақталған. Бұл фотоқұжаттар 1960-1992 жылдар аралығын қамтыған. Фотоқұжаттарда Ермек Серкебаевтың шығармашылық өмір жолы бейнеленген. Яғни ол әріптестері Бибігүл Төлегенова мен Роза Бағланова мен Фатима Балғаева мен дирижер Шамғон Қажығалиев пен Шәкен Айманов пен Өзбекәлі Жәнібеков пен түскен суреттері көрсетілген. Ермек Серкебаевтың орындауындағы ариялар, қаншама образдар мен халық әндері бүгінде ұлттық қорда сақтаулы. Сол үнтаспаларды тыңдаған сайын 20 ғасырдың мәдени тынысы сезіледі. Архив жай ғана құжаттар жиынтығы емес, ол тірі тарих. Ал сол тарихтың жүрегінен Серкебаевтың қоңыр да қуатты үнін естиміз. Мен бар, қасында Дина Хамзина бар, біздің театрдың әншісі, керемет әнші, меццо-сопрано, өте біздің қазақта дефицит дауыс. Сол екеуміз жас солистпіз, екеумізді ертіп алып, екі жағына қойып, сөйтіп бізді елдерге таныстырған ол кісі. Оның сондай өзінің кеңдігі бар. Енді ол кісілер бізге жетіспейді әрине, ол кісілердің осында жүргені біз үшін кәдімгі алдымызда бір асқар-тау жүргендей, біз сол кісілерге қарап түзелетін едік. Енді біз өзімізде енді сол жастар біздің артымызда жүретіндей жағдайға, мысалға, уақытқа келіп жатырмыз. Ермек Серкебаев шәкірт тәрбиелеуді өнердің жалғасы, рухтың аманаты деп білді. Ол 1973 жылдан бастап консерваторияның жеке дауыста ән айту кафедрасының оқытушысы ретінде өзінің мол тәжірибесін, терең білімін, талғам мен талапқа толы тағылымын жас буынға аянбай үйретті. Профессор Ермек Серкебаев тәрбиелеген шәкірттер бүгінде әлем сахналарында өнер көрсетуде. Бүгінгі таңда оның ғибратты ғұмыры мен шығармашылық мұрасын ұрпақ жадында сақтау мақсатында ғылыми конференциялар, еске алу кештері, концерттер мен тағылымдық кездесулер ұйымдастырылып келеді. Музыкалық мектептер мен мәдениет ошақтарына есімі беріліп, деректі фильмдер түсіріліп, зерттеу еңбектері жарық көруде. Мысалы, Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында
КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты, профессор Ермек Бекмұхамедұлы Серкебаев атындағы камералық зал ашылды. Алматыда Ермек Серкебаевтың ескерткіші орнатылды. Петропавл қаласындағы өнер колледжі Ермек Серкебаевтың атымен аталады. Әйгілі опера әншісі Ермек Серкебаевтың 100 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтпек. Бұл шаралардың барлығы дара тұлғаның өнердегі биік болмысын ұлықтау ғана емес, жас буынға рухани бағдар беру, ұлт мәдениетін жаңғырту, тарих пен өнер сабақтастығын сақтау болып табылады. Ермек Серкебаев өмірінің соңына дейін дауысы мен шеберлігін жетілдіріп, шыңдаумен болды. Қартайған шағында да концерт берді. 80 жасында Қазақстанда, Мәскеуде, Санкт-Петербургте аншлагпен сахнаға шықты. Бұл Ермек Серкебаев өнерінің уақытқа бағынбайтынын дәлелдеді. Ермек Серкебаев мұрағатта сақталар есім емес. Оның бейнесі тарихтың жадында, сахна рухында, қазақ халқының жүрегінде.